Мұғалім мектептің жүрегі. Шымкент қаласы нөмір 28 жалпы орта білім беретін мектебінің 2020-2021 жылғы бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес қашықтан оқыту мен оқу барысында жұмыстар атқарылып келеді. Қазақ тілі мен әдебиеті бірлестігінің қашықтан оқыту сабақтарын онлайн және офлайн режимінде жүргізуге негізделген. Қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту және тәжірибе алмасу мақсатында 2 желтоқсан мен 11 желтоқсан аралығында апталық өткізілді. Апталық Жауһар жырды жүрегінде тербеген Фариза Оңғарсынованың өлеңдерін челлендж арқылы жатқа нақыштап оқумен ашылды. Қашықтан оқыту барысында сабақтарын Zoom платформасы арқылы онлайн және бетпе-бет офлайн режимінде жоғары деңгейде ашық сабақтар жүргізілді. Ұстаздар қауымы қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдерінің сабақтарына еніп, тәжірибе алмасты. Ұстаздардың еңбектерін үлгі ету, ұстаз болудың қыры мен сырын түсіну мақсатында түрлі тәсілдерді іс жүзінде талдады. Апталық кезінде мектептегі тәжірибе алмасу барысында білікті ұстаздарының білім берудегі дара жолы, ұстанымы, білікті маман болудың сыры туралы сұхбаттасып, келешек ұрпақты білімді де білікті тұлға қалыптастыру керек екені сөз етті. Оқушылардың шынайы білімдеріне тәнті болды. Сабақтар соңында мектептің тәжірибелі ұстаздары әр сабағын талқылап отырды. Мұғалімдер үйренген тәсілдерін ортаға салып, өз тәжірибелерін өз дәрежесінде шынайы жеткізіп отырды. Тәжірибе алмасу қатысқан ұстаздар әрбір өзі қатысып отырған ұстаздардың сабағына кері байланыс беріп, өз ойларын тұжырымды етіп жеткізіп отырды. Мектептің осындай тәжірибе алмасу үдерісі жиі жүргізіліп отырады және де тиімді тәсілдерді қолданудың қыр-сырымен ой бөліседі. Қазақстанның болашағы жас ұрпақтың қолында. Ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деп елбасымыз айтқандай, 21 ғасырдағы ұстаз үнемі өз білімін көтеріп, әмбебап болуы тиіс. Қашанда білімді ұрпақ болашағымыздың кепілі. Егеменді еліміздің тағдыры жас ұрпақтың тағдыры. Жас ұрпақтың тағдыры бүгінгі ұстаздың қолында екенін айтуға болады. Әрбір көзі ашық адам сауатын ашу үшін ең бірінші ұстазға жүгінеді. Ал ұстаздың міндеті ештеңеден хабары жоқ шәкірттен тұлға дайындау. 1000 ғасыр өтсе де ұстаздың аты және ұстаз деген ұғым өлген жоқ. Өйткені қай дәуір болмасын, ол қоғамға ұстаздың еңбегі керек-ақ. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп Абай Хакім айтпақшы, әрбір ісіңіз жеңіске жетіп жатса, оның артында ұстаздың бір тамшы болса да еңбегі барын есте сақтаңыз.